Koç dizi. Koç diye koç. Қуаныштымын, мен сөзін тікелей қасықтардан бастап кетейік. Ол тараптың айтып жатқан көп нәрсесімен келісем, дефиниция. Эмоциялар, фактілерді маңызды. Сенің осылай қызығушылығын давайте соған қолда көрсек деймін. Қайырлы күн, құрметті История медиасының көрермендері. Біз бүгін Тұран университетінде шоу форматтағы дебатты көруге келдік. Арнаға жазылып, үлпіл басуды ұмытпаңыз. Қайырлы күн, құрметті дебат сүйер қауым. Сіздерді бүгінгі дебат шоуда көріп отырғаныма қуаныштымын. Сіздерден әдемі ойын, керемет кейс күтемін. Қайырлы күн, сіздерді бүгінгі дебат шоуда көріп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Ортаға тасталып отырған қарар тарихи оқиғаларды тиктокта дәріптеу, тарихты жеңілдету емес, танымал ету деп есептейді. Ал енді бірден дефиницияға тоқталып кетейік. Яғни тарихи оқиға дегенімізде қазіргі таңда Қазақстан Республикасында осыған дейін болып кеткен маңызды оқиғалардың барлығы біз үшін қазіргі таңдағы тарихи оқиғалар болып саналады. Келесі тикток дегеніміз бұл әлеуметтік желілердің бірі, қазіргі таңда қолданушылары ең көп әлеуметтік желілердің бірі болып табылады және ол жаққа қысқа түрдегі бейнероликтер немесе түсіндірмелі сторителлинг форматтарындағы бейнероликтер салынады және ол жақта өте көптеген қаралымдар жиналып жатқан болатындығында. Енді келесі нәрсе жеңілдету, бұл бір нәрсені жаңағындай күрделі нәрсені үстірт немесе маңызды етіп көрсету деп ашсақ болады. Енді келесі нәрсе танымал ету, осындай белгілі бір видеоларды таныту немесе көрсету және де оны кең ауқымға жайлату деп алсақ болады. Енді бірінші нәрсе қазіргі таңда статус-квоға тоқталып кетейікші. Қазіргі таңда не үшін бұл қарарға біз ойнап жатырмыз және статус-кво не қалыптасқан жағдай қандай болып жатыр. Қазіргі таңда негізі Қазақстан Республикасында кітап оқитын азаматтар бойынша соңғы статистикаға байланысты Қазақстан кітап оқитын 120 елдің қатарында емес. Получается, біздің қазақтың жастары немесе қазақтың адамдарының барлығы кітап оқымайды деген нәрсеге байланысты. Енді олар мектеп кезінен бастап кітапты оқуға, тарихқа деген қызығушылықтары өте жоқ. Сол себепті осы қарарға ойнап жатырмыз. Енді проблематикалар қазіргі таңда тарихты ескі немесе ол нәрсені өзекті емес деп айтып жатады. Сол себепті осы нәрсені өзектілігін көрсету үшін ескі тарихты жаңа форматта ұсыну үшін бізге осындай TikTok секілді әлеуметтік желілерді пайдалану керек. Бірінші аргументім қолжетімділік. Неге қолжетімділік? Себебі қазіргі таңда жастардың барлығы TikTokта отырады және осы TikTokты Қазақстанда 7 миллионнан астам адам қолданады. Олардың көбісі жастар болғандықтан жастарға біз тарихты үйрету үшін осындай TikTok секілді әлеуметтік желілерді қолдану арқылы ондағы видеоларды қызықты форматта көрсету, әзіл тілінде көрсету немесе жалпы ақпараттарды беру жай ғана осындай дәріптеу платформасы ретінде қолдансақ болады. Яғни адам мен білімнің көпірі ретінде қарастырсақ болады TikTokты. Енді келесі нәрсе, қазіргі таңда осы адамдарға немесе жастарға кітапты беріп қойсаңдар, кітап пен TikTokты былай беріп қоятын болсақ, адамдардың барлығы всегда TikTokты таңдай береді. Себебі ол жақта отырған қызық, ол жақта уақытты тиімді өткізе аламыз және осы тиімді өткізуді жай ғана видеоларды көру емес, тарихи оқиғаларды білу бойынша. Келесі аргументім импакт деген нәрсе. Неге? Осы TikToктардың қазіргі таңда бізге беріп жатқан әсері деген нәрсеге бойынша. Бізде қазіргі таңда Қазақстанда өте көп блогерлер бар немесе танымал адамдар бар, TikTok аккаунттарын жүргізетін, осындай аккаунтты жүргізетін танымал адамдар немесе тарих мұғалімдері деген секілді адамдарды қолдану арқылы біз тарихта өте көптеген тарихты дәріптей аламыз. Мысалы, бізде Әлия Әшім бар. Яғни Әлия Әшім TikTok және Instagram секілді аккаунттарды жүргізу арқылы тарихқа алаш зиялыларын өткізіп беріп отыр. Немесе алаш зиялыларын, әйелдерін, тарихтағы өте танымал болмаған әйелдердің барлығын, оқиғаларын, тарихын бізге көрсетіп, жастарға өте күшті білімдерді ұсынып жатыр. Осындай білімдерді ұсыну арқылы жастар қазіргі таңда Әлия Әшім секілді адамдардың салдарынан өте көптеген нәтижелерге жетіп, тарихты біліп жатыр. Мысалы, жай ғана аналогия келтіріп жатайықшы. Қазіргі таңда біз мысалы исламды қалай үйреніп жатырмыз? Исламды біз Нұрлан имам арқылы, Нұрлан имамның TikToктағы прямой эфирлерін көру арқылы үйреніп жатырмыз. Тура осы секілді біз тарихты дәріптейтін мұғалімдер көбейе беретін болса, біз өте көптеген нәтижеге жете береміз. Келесі нәрсе аудиторияға байланысты. Өзен ағысы деген нәрсе бар, яғни өзен ағысы бізде бір қалыптан аға береді. Енді то же самое бізде бар, аудиторияның қай жағы басым бөлігі кетеді. Қазіргі таңда олар кітапқа емес TikTokқа болып жатқандықтан біз осы жаңағы біз айтамыз ғой,
менен мақсатты аудиторияға байланысты, яғни мақсатты аудиториямыз қай жақта болып жатыр, TikTokта болып жатқанына байланысты біз мақсатты аудиториямыздың алдынан шығу керекпіз. Алдынан шығып оларға тарихты үйретіп беру керекпіз. Немесе мысалы Америка бір факт бар, Америкада яғни Села есімді ақш мұғалімі бар, осы өзінің TikTok аккаунтында Gen Z Teaches History деген тақырып бойынша болады. Енді осы бойынша 19-20 ғасырлардағы патшалықтар туралы мини сабақтарды мини видеороликтер ретінде беріп отырады. Ол кезде жаңағында Клеопатра немесе 8-ші Генрих туралы өте күшті видеолар береді, және ол әзіл тілінде береді, факт түрінде береді, немесе тест түрінде береді. Осының нәтижесінде біздің қазіргі таңдағы жастарымыз осы тесттерді жасау арқылы, осындай патшаларды білу арқылы өте күшті деңгейлерге жетіп жатыр. Немесе біз жаңағындай сторителлинг форматында немесе интервью форматтарында жүргізе аламыз. Қазіргі таңда TikTok өте кең танымал. Мысалы Қазақстанның адамдары жаңағындай 20 миллионнан 200 миллионға дейінгі қаралымдарды алып жатыр. Егер де біз қазақтардан осындай мысалы тарихи мұғалімдерден интервьюлар алу арқылы біз өте көптеген нәтижелерге жетеміз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сізге де рахмет, Әкежан Орта. Өзінің жалынды қатысуымен Альтаир фракциясы. Жалпы жақсы, ойындарыңыз үшін рахмет. 30 секунд аяқталды. Ортақ Альтаир фракциясының лидері Нұрулла мырзаны шақырамыз. Еншіңізде 5 минут, жалынды қатысуға әдемі кейс күтеміз. Қайырлы кеш, құрметті дебатсер қауым, сіздерді көріп тұрған үшін өте қатты қуаныштымын. Енді сөзім тікелей қашықтықтан бастап кетейік. Бұл тараптың айтып жатқан көп нәрсесімен келісем, дефиницияны жақсы ашты. Енді бір нәрсеге тоқталып кетейікші. TikTok неліктен қазіргі таңда бұл тарихты дәріптеу емес, жеңілдету немесе бұрмалаушылық болып жатыр. Мен келісем, қазіргі таңда тарих ескіріп жатыр, кітапты ешкім оқымай жатыр. Бірақ дәл қазіргі таңда біз TikTokқа қарағанда басқа медиалық жақтан дәріптеу бізге тиімді болып тұр. Себебі бұл тараптың айтып кеткеніндей, TikTok бұл қысқа форматта ғана көрсететінде. Дәл қысқа форматта біздің тарихымыз жеңілдетіп кететінде болып тұр. Енді бұл тарап айтып жатыр, қолжетімділік дейді. Қолжетімді. Қазіргі таңда барлық адам TikTokта отырады, TikTokты көп қолданылады, TikToктан 20 миллион, 60 миллиондаған қаралымда жиналып жатыр дейді. Дәл осы жерде тоқтала кетейікші. Қазіргі таңда TikTokты кім көп көреді? TikTokты көп көретіндер бұл жасөспірімдер, яғни оқушылар мен студенттер. Яғни TikToктың басты мақсаты, TikToктың басты мотиві қандай? Ол бізде ойын-сауық болып тұр. Ол бізге білім беру үшін емес, керісінше тек қана ойын-сауық біздің көңілімізді аулау үшін құрылып тұрғанда. Дәл осы жерде енді біздің ең бірінші айта кететін аргументіміз бұл арзан дофамин. Жаңа айта кеткенде ең басты TikToktың мақсаты бұл біздің көңілімізді аулау, біздің уақытымызды құрту болып табылады. Осы жерде қазіргі жастардың көбісі тек қана TikTokта арзан дофамин, тез-тез видеолар көру арқылы ғана өмір сүріп жатқанда, олардағы информациялар олар үшін маңызды болып жатқан жоқ. Қарапайым бізде алайық. Біз қазіргі таңда студентпіз. Біз лекция тыңдап отқанда, немесе кино көріп отқанда, немесе қарапайым үй шаруалармен айналысып жатқанда TikTokты көріп отырамыз. Біз ол жерде айтылып жатқан информацияларға қатты маңызды көңілімізді аудармаймыз, оған қатты маңыз бермейміз. Бізге тек қана уақытымызды аудару, ол жақта айтылып жатқан сөздер, ол жақта интонация дейтін сияқты заттар ғана маңызды болып тұрғанда, яғни ол ақпарат маңызды емес деді. Яғни TikToктың басты мақсаты, оның басты алгоритмі осы эмоцияда құралып тұрғанда. Енді біздің екінші айта кететін аргументіміз бұл бұрмалаушылық. TikTokта қазір жүргізіп жатқан блогерлер бар, неше түрлі адамдар бар. Олардың басты мақсаты қандай? Олардың басты мақсатына біздер көріп отқан көрермендерге, оқушыларға білім беру емес, олардың басты мақсаты ақша табу, көрермен жинау, просмотр, лайк дейтін нәрсе. Дәл осы затпен өмір сүріп жатқанда. Енді TikToktың алгоритмі тоқтала кетейік. TikTokта қандай видеолар рекомендация қашады, қандай видеолар резонанс алады. Ол көбінесе жаңа идеялар, көбінесе жаңа ақпараттар, халық білмейтін заттар. Және көбінесе бұл жалған ақпараттар болып табылады. Оған мен қазір сізге көптеген мысалдар келтіремін. Мысалы TikToктағы қазір ең танымал тарихшылардың бірі бұл Нұрқожа Дуа деп аталады болады. Оның көптеген подписчиктері, қаралымдары бар. Енді осы жерде оның мынандай видеолар бар. Қырғыз тілі бұл қазақ тілі, ол қазақтың диалекті деген сияқты неше түрлі заттар айтылады. Олар бізде тарихтан ештеңе негізделмеген, ешқандай дәлелі жоқ. Осы нәрсені көргеннен кейін бізде Қазақстан бұл көп ұлтты мемлекет болғандықтан, мемлекетіміздің ішінде әртүрлі ұлтаралық конфликттер пайда болып жатқанда, қарапайым сол видеоның комментарийін ашып қарасаңыздар, қаншама қырғыз бауырларымыз сол жерге өзінің пікірлерін қалдырып кеткенде, өзінің наразылықтарын білдіріп жатқанда. Дәл осы жерде, яғни TikToктағы басты адамдардың мотивтері ол тек қана қаралым жинау болып тұр. Ал қаралым жинау бұл жерде бізге ең маңыздысы қарапайым ақпарат дейді. Қазіргі таңда Gen Z-дің осы TikTok арқылы өте, мысалы, ағылшын тілі, математика деген секілді нәрселерді оқып жатқаны келсеңіз қой, Иә, келсем.
Енді біз айта кеттік жалған ақпарат деп. Енді бұл тарап ойлап қалуы мүмкін. Бұл тараптың айтып жатқаны бізде осы ескі тарихпен қала берейік, ескі кітаппен қала берейік. Жоқ, біз айтпаймыз. Осы медиаға заман талабына сай алдыға қарай қозғалмайық, бір жерде тоқтап қалайық деп жатқан жоқпыз. Біз тек қана айтқымыз келгеніміз TikTok дәл осы білім беруге сай келетін платформа емес, ол халықтың көзін алдау, ол халықтың тек қана көңіл көтеру сияқты заттар болады. Енді біз осы жерде альтернатива кіргізе кетейік. Біз халыққа қандай зат ұсына аламыз, халықтың қалай тарихқа деген қызығушылығын арттыра аламыз. Дәл осы жерде біз кино индустрия дейтін затты алайық. Бұл қарапайым қазақ елінде, Қазақстанда қазіргі таңда ең танымал болып жатқан, ең дамып келе жатқан сфера болып табылады. Яғни қарапайым қазіргі таңда осыдан 10 жыл бұрын бізде кино прокаттарда болып жатқан кинолардың 90% бұл шетелдік кинолар болатын болса, қазір 90% бұл өзіміздің отандық кинолар болып табылады. Дәл осы жерде біз кино индустрия біз үшін неге маңызды? Мысалы қарашы, Оян қазақ, қазақ әлемі, Қажымұқан сияқты неше түрлі кинолар шықты да, олардың барлығы тек қана бізге тарихты әзілмен де барлығымен жеткізіп жатыр. Неше түрлі Оян қазақ дейтін челленджлер ұйымдастырып жатыр. Соның арқасында біз тарихта TikTokқа қарағанда бізде тарихқа дейтін көптеген қызығушылық артты. Және де ол жерде ең басты нәрсе шынайылық болды. TikTokта ешкім шынайылықты бізге 100% гарантия бере алмайды. Ал кино индустрияда ол сценарий 1000 рет қаралымнан өтеді, 1000 рет ол жазылады, ой тізбеден өтеді. Сол жерде яғни бізде шынайылық болатында болды. Жақсы, алғалықсым жақсы. Ойын үшін рахмет. Келесі Сүмбіле фракциясының спикері Динара ханымды өзінің жалпы қарсылықтарымен күтеміз. Еншімізде 5 минут. Құрметті Төреш ханым, құрметті қарсыластар, сіздерді ойында көріп тұрғаныма өте қуаныштымын. Ендеше тікелей қарсылықтардан бастайтын болсақ, кино индустрия сияқты бізге альтернативаны енгізіп кетеді, бірақ сенің кино индустрияның өзіндегі тек шынайылық болады дегеннің өзі дезинформация болады. Екіншіден, тарихи қызығушылық арттырады, бірақ қалай тарихи қызығушылық тудырып жатыр деген әлі күнге дейін бізге түсініксіз болып жатыр. Және де мынандай нәрсе айтып кетейін, сенің кино шығарғанның өзінде, сенің киноңды дамыту үшін сенің оны TikTokқа салатыны белгілі болып тұр. Режиссерлардың өзі TikTok арқылы дамытып жатқаны, оған қызығушылық тудырып жатқаны осы жерде анық. Келесі, сенің білім беруге сай емес, ол тек қана дезинформация таратады, оның блогерлердің мақсаты ақша табу. Давайте мынандай нәрсе, біз біріншіден ең үлкен қателігі бұл біріншіден өз-өзіне қарсы кетуі қалай, яғни бізге айтады, қазіргі жастар, қазіргі барлығымыз біз өте тәуелдіміз қысқа форматқа дейді, соңында келеді де және өзінің альтернативасын ұсынады, как кино индустрия деп. Сенің киноңның өзі минимум 2 немесе 3 сағат алатынның өзінде. Сен айтып тұрсың, жастардың қысқа форматқа тәуелді, бірақ сен альтернативаң өзі ұзақ форматта болып тұрғаны өз-өзіне қарсы келуің деп ойлаймын. Яғни біз бұл тараптың айтуымен тікелей келсеміз, қазіргі таңда барлығымыз қысқа форматқа өте тәуелдіміз. Және де осы қызығушылықты біз қалай тудыра аламыз? Осы қысқа форматқа тарихымыз туралы айту туралы біз әлі күнге дейін өзіміздің қызығушылығымызды тудыра алатынымызды. Келесі мынандай нәрселер айтып кеткен болатын. Ойын сауық үшін, дофамин, уақыт құрту үшін деп. Давайте мынандай нәрсеге келсек, мысалға келтіріп кетейінші, TikToktың өзі негізгі мақсаты ойын сауық үшін болғанымен, сенің әлі күнге дейін TikTokыңның жақсы нәрселерге де алып келіп жатқанда, мысалға келтіріп кететін болсақ, какой-то бір пуста орналасқан бір атаның донері ма сондай сияқты нәрсе бір орналасқан жер болатын, оны TikTokқа енгізіп, давайте біз осы атаны поддерживать етейік, давайте біз оған қолдау көрсетейік деген кезде, келесі күні ол жерде көптеген адамдар жиналып, көптеген адамдар қолдау көрсетіп жатқанда, яғни сенің TikTokың тек қана ойын сауық үшін емес, тек қана оны қойып, оны тыңдамай просто қосып қою үшін емес дегенге тікелей дәлел деп ойлаймын. Келесі, сенің осымен қарсы тараптың кейсі құлайды дегенде. Келесі өзімнің аргументтермен келетін болсақ, қолжетімділік. Бағанағы сен айтып жатқан кино индустрияның өзіне де барлығы адамдар бара бермейді, барлығы адамдардың тот же самый уақыты болмауы мүмкін, тот же самый қаражаты болмауы мүмкін. Ал сенің қолжетімділік тот же самый TikTok'ның өзі әрдайым қасында, әрдайым қоласында болады. Келесі импакт, яғни блогерлердің қазіргі таңда өзінің контентті өткізу үшін олар просто ақша үшін емес, олар біріншіден өзінің контентті өту үшін сапалы контент жасайды. Олар сапалы әрі информация тексерілген нәрсені ғана шығарады, себебі олар біледі. Қазіргі сенің аудиторияң әлі басқа бұрынғыдай немесе какой-то уақыт бұрынғыдай
ақымақ емес, және де оларға тек сапалы және де жақсы және де информация жақсы қаралған контент қана өтетінін біледі, және олар осындай бір фильтрден өткізеді. Келесі сен заман талабының бойынша, заман талабына байланысты мынандай факт енгізгім келеді. Pew Research Center бойынша 2024 жылғы Z ұрпағы ақпаратты 67%-ында осы әлеуметтік желілерден қарайды. Яғни біріншіден бұл сенің қызығушылық тудыруына өте үлкен маңыз ойнап тұр. Әлі күнге дейін мен бір ақпаратты білгім келсе, бір ақпаратты немесе білмейтін болсам, мен TikTok қарау арқылы мен бір ақпаратты көремін, менде қызығушылық туындайды. Қызығушылық туындағаннан кейін мен ол нәрсені ашығырақ қарауға тырысамын. Әлі күнге дейін сенің киноңды қараймын. Одан кейін бір сайттарға кіремін. Осы не туралы көп ақпарат жинай бастаймын. Яғни сенің осылай қызығушылығың туындай бастайды. Келесі аудиторияға бойынша мынандай факт енгізгім келеді. Сенің Ресей ұлттық кітапханашының директоры Гронский айтқан болатын, өзінің TikTok парақшасын ашу арқылы ол өзінің несін көбейткен болатын, яғни қолданушыларын көбейткен болатын, ол өзінің аудиториясын көбейткен болатын. Вот осымен менің кейсім аяқталды. Жақсы, жалынды қарсылықтар мен әдемі кейс үшін рахмет. Ортаға оппозиция палатасының спикері Айгерім ханымды шақырамыз. Еншімізде 5 минут жалынды қарсылықтар күтеміз. Кетіп бастайық. Қайырлы күн баршаңызға. Осы дебат-шоуды көріп тұрғаныма қуаныштымын. Кетіп бастайық. Бірінші бұл тарап айтып кетеді. Донер дейді, көмек деген көмек туралы айтады TikTok арқылы. Бірақ оның тарихты дәріптеуге қаншалықты қатысы бар екен, маған түсініксіз болып қалды. Келесі ол айтады, қысқа форматқа тәуелдіміз, кино ұзақ форматта деген қарсылық білдіреді. Бірақ та біз түсіну керекпіз. Қысқа форматты видео, TikToктағы видеолар көретініміз 15-60 секундтың арасында болады. Бірақ та біз сол 1 минуттың ішінде тарихтағы үлкен оқиғаларды қаншалықты толықтай ақпарат аламыз, тек біз үстірттен ақпарат алып кете алатынымызды да. Егер де біз қызығатын болсақ, сол қысқа форматқа тәуелді бола отырып, сол көріп тұрған видеомызға қызығушылық танитын болсақ, біз сол кино көруге тағы да қызығушылығымыз артады. Яғни біз ұзақ форматты киноларды көре алатындығымызда. Және айтады, бізде киноға қолжетімсіз, біз қаражаты жоқ халықтың деген секілді әңгіме айтады. Бірақ та біз 2024 жылғы Қазақстан киносының кассасын ала кететін болсақ, бұл 22 миллиард теңгені жинаған болатын. Бұл қаншалықты төмен көрсеткіш екенін мен түсіне алмаймын. Яғни біздің Қазақстан халқының сондағы қаражатты кино көруге жеткілікті, және де, допустим, если жетпейтін болған күннің өзінде ол кинолар уақыт өте келе премьерасы біткеннен кейін интернет желісіне салынады. Ол интернет желісі барлығы қолжетімді болғандықтан біз оны сайттар арқылы көре алатын киноларды көре алатындығымызда. Келесі рет сапалы контент жасайды, шынайы информация шығарады дейді. Бірақ та біз түсіну керекпіз, 2022 жылғы доклад бойынша TikTokта салынатын тарихи оқиғалардың 5-тен 1 жалған ақпарат екендігінде, және ол жақтағы информациялардың барлығы толықтай біз келсем шынайы информация бар екенде, бірақ та барлығы бірдей толық шынайы информация дегенге келіспеймін, себебі TikTokта верификация деген нәрсе жоқ. Ал кино индустриясында оларды сценарий бойынша қайта тексеріп, тарихпен, басқа жазбалармен тексеретіндігінде біз кинолардағы оқиғалары шынайылықтың болатындығында. Келесі айтады, 2024 жылы 67% ақпарат әлеуметтік желіден тарайды. Ақпарат көріп, ашығырақ қарауға тырысамыз дейді. Біз түсіну керек, біз жаңа мен лидерім айтып кетті ғой, біз просто так сабақты оқыған кезде TikTokта листать етіп отырғаннан кейін біз ол ақпаратты толық түсінуге, басқа тағы да не туралы айтып жатыр екен, не болып жатыр екен деген нәрсеге қызықпаймыз, біз только листать етіп отырамыз. Бірақ та бұл жақтан біз үстірттен информация алып кетеміз, оның қаншалықты шынайы екендігін, қаншалықты өтірік екендігін біз ажырата алмаймыз. Келесі енді өзіміздің алаңға айта кететін болсақ, бірінші арзандапамен болды. Бұл жақта біз қазіргі таңда TikTokта эксперт по история деген секілді нәрсе көп тарап кетті. Ол жақта біз қаншалықты блогерлердің шынайы тарих туралы образованиясы бар екенін түсінбейміз. Және де біз TikToктағы эмоциялар фактілері маңыздырақ мифологияның жаңа түрін жасап жатырмыз да. Яғни TikTokта қандай видеолар көп просмотр жинайды, көп қаралым жинайды, ол көбінесе адамдарға эмоция, шок тудыратын жағдайлар. И оған дәлел алып келетін болса, бірінші ол Абай Құнанбаев жоқ деп айтқан болатын. Ол өткен жыл тарады. Жазушы Зәуре Батаева Абай болмаған, ол Бөкейхановтың бірінші екінші кеңес билігінің саяси жобасы ойдан шығарған кейіпкер ретінде қарастырды. Бірақ та біз сондай қазақ халқының ұлы ақынын, ойшылын біз қалай тарихта жоқ деп есептей аламыз, мен түсінбедім. Келесі айтатын бұл Әлішер Хасенғали деген кісі TikTokта отарсыздану мәселесін қарастырған болатын. Және сол жақта ол кеңес одағының ертең империя деген мәселеге
мәселені көтерген кезде Ресей қолданушылары Кеңес одағы империя емес, халықтардың еркін әрі тең бірлестігі, ол Ресей арқылы біз Ресей мемлекет өзінің қарамағында, то есть КСРО өзінің қарамағындағы барлық мемлекеттерді асырап отыр, оларға жазу мен оқуды үйретті деп Ресей жазба қолданушылары негатив білдірген болатын. Бірақ та біз тарихты оқитын болсақ, бұл сол кездегі біздің қарапайым қазақтардың өзіне қалай оқу мен жазуды қиындатқанын, қаншама репрессияға, ашаршылыққа ұшыратқанын біз білетіндігімізде, яғни тиктоктағы кез келген нәрсеге тиктоктағы барлық информацияның шынайы болмайтындығында. Келесі ол қарапайым мен айта кететін нәрсе бұл тиктокта салынатын әр информация өз ұлтының өзіне қарай бұрмаланып жасалатындығында. Мысалы қарапайым басқа аналогия келтірсек, 37 жылы екінші Қытай-Жапония соғысы болған кезде Жапонияның армиясының, Нанкиндегі армиясының өзара зорлық-зомбылық, жаппай өлтіру деген секілді нәрселерді көрсеткен болатын. Яғни сол фото альбомды жариялады қытайлықтар. Бірақ та түсіну керекпіз, бұл Нью-Йоркер журнал бойынша тексерген кезде ол постановочный фотолар және дұрыс емес, басқа именно Нанкиндегі емес, басқа жақтағы фотолар екенін көрсетті. Және сол арқылы біз Қытай мен Жапон арасындағы агрессияның резонанстың болатындығын тағы ескеріп кетуіміз керек. Келесі ол альтернативаға біз кино индустриясын енгіздік. Және неліктен бұл киноиндустрия жақсырақ болып келеді, себебі мысалы Оян қазақты ала кететін болсақ, өткен 2023 жылы шықты және де Оян қазақ деген хэштегпен тиктокта танылды. Және де сол арқылы сол хэштегті қою арқылы Оян қазаққа деген фильмге деген просмотр жинады. И сол арқылы біз сол киноға деген қызығушылықтарды арттырдық. Сол біз түсіну керекпіз, что тиктокқа қарағанда кино арқылы, басқа нәрселер арқылы біз тарихты дәріптей алатынымызда және де тиктоктағы көп информациялар, тарихи информациялардың шынайы еместігінде. Рахмет. Барлықтарыңызды сараптама бөлімінде қайта көріп тұрғанына өте қатты қуаныштымын. Енді тікелей сараптамадан сөзімді бастап кетейін. Енді бұл тараптың ойнап жатқан алаңына тоқтала кетейік. Бұл тарап тек қана тиктоктың жақсы жақтарын айтып жатыр. Тиктокта осындай қаралым болып жатыр, осындай бізде шақырымдар жиналып жатыр, шетелдік адамдарды мысалға келтірген болады. Ал біз қандай алаңмен қандай зат қарсылық келтірген боламыз? Менің спикерім айтып кетті, қазіргі таңда тиктокта болып жатқан ақпараттың 5-нен бірі бұл фейк ақпарат, яғни жалған ақпарат дейді. Егер дәл осыны қарайтын болсақ, яғни 5 адамның бірі ол тарихты дұрыс емес түсініп жатыр, дұрыс емес ойлап жатыр дейтін қорытындыға жасай аламыз ғой. Яғни бұл тарап айтып жатыр, қолжетімді жастардың көбісі көреді, бұл платформа деп жатыр. Алайда біз айтып кеттік қой, тиктокты қазір адамдар одағы информацияның маңызды емес деп жатырмыз. Қарапайым алайықшы, тиктоктан бір тарихи видеоны көріп қалып, қайсы біріміз біз кітапты оқып, немесе бар Гуглда, немесе бар YouTube платформасынан соны іздеп, арқылы ізденіп жатырмыз. Қарапайым мен жастардың өзі қайды, менің ешқайсы, менің жанындағы клубымдағы ешбір адам ондайға бармайды, ол ақпарат, яғни тиктокта қаншалықты көрсе де. Енді дәл осы жерде тағы айтып жатқан импакт, блогерлер танымал деп жатыр. Ал біз тағы да қарама-қарсылықтар көрсеткен. Блогерлердің басты мақсаты бұл ақша табу деп жатыр. Енді бұл айтып кеткен 3 аргументті біздің алаңда үлкен рөл ойнап тұрған жоқ, құлап тұрғанда болды. Ал біздің айтып жатқанымыз тиктоктағы бұрмалаушылықтар көп деп жатырмыз. Ал бұл тарап бұған ешқандай яғни қарсылықтар білдірген жоқ. Біз бұрмалаушылықтардың барлығын көрсетіп бердік. Абай жоқ деген сияқты, қырғыз тілі, қазақтың диалекті деген сияқты неше түрлі көрсеткен едік бұрмалаушылықтар. Алайда бұл тараптың ешқайсысы бізге бір қарама-қарсылық, яғни бір қарсы көрсеткен жоқ. Енді кино индустрияға тоқтала кетейік. Бұл тараптың спикері бізге айтып кеткен болатын, кино индустрияда осындай қолжетімсіз болады, адамдардың қаншалықты түрде барады, оның может ақшасы жетпейтін шығар дегенде. Менің спикерім тағы да бұл жерде дәлелдеп кеткенде, 2024 жылы Қазақ әлемі дейтін фильм тек қана бір фильмнің кассасы 22 миллиард теңгені құрады. Бұл тек қана кинотеатрдан түскен касса болды. Бұл енді қазақтың фильміне үлкен көңіл бөлетін, яғни адамдардың көп қарайтын білдіріп тұр. Ал тиктокта ешқандай видеолар бұндай қаралым жинап жатқан жоқ. Қазақтың, яғни халықтың бұндай көңілін аударып жатқан жоғында. Енді бұл тараптың айтып кеткен енді қарсылық нүктелеріне келе кетейік. Қолжетімділік деді. Қолжетімділік аргументі біздің алаңда құлап қалған болатын. Импакт деді, блогерлердің халық үшін жұмыс істемейтіні тағы да құлап қалған болатын. Ал біздің алаңда айтылған бұрмалаушылық бұл құлаған жоқ. Бұл тарап ешқандай қарама-қарсылық көрсеткен жоқ. Ал кино индустрияға көрсеткен бірақ қарсылығы бұл біздің алаңға ойнап кеткенде болып тұр. Жақсы. Рахмет. Оның соңғы нүктесі
қойылушы ортаға Әкежан Назарына 1 минут рибаты, 3 минутқа сараптамасын шақырамыз. Еншімізде 4 минут тиімді пайдаланыңыз. Баршаңызды сараптама бөлімінде көріп отқан өте қатты қуаныштымын. Сөзімді бірден ребатылдан баса кетейін. Нәрселер жаңағы донес сатушылған адамның көмек көрсетуі қаншалықты ол тарихқа сәйкес деген нәрсені түсті. Біз бұл жақта жай ғана көрсетіп жатырмыз, чтобы TikTok-тың мүмкіншіліктері ол жай ғана ойын-сауық емес, олар адамға көмек ететін нәрселер жасай бере алады деген нәрсені көрсетіп беріп жатқанымызда. Келесі нәрсе ұзақ форматты кинолар, олар танымал бола береді, олар тарих үйренесін. Бірақ өздері келіседі, что ұзақ форматты кинолардың барлығы қазіргі таңда скучный болып жатқанда, олар өте зергерлік болып жатқанда, осындай кезде біз адамдарға 1 минуттық қысқа видеолар арқылы білімдерді беру керекпіз деген нәрсемізді түсініп береміз. Келесі нәрсе, эмоциялар ғана шок тудырады дейді. Бірақ біз келісу керекпіз. Қазіргі таңдағы TikTok-та жасанды интеллекттер арқылы біз Абылайханды сөйлетіп жатырмыз, немесе батырлардың рөлін көрсетіп жатырмыз. Оның бәрін біз просто суретті сөйлету арқылы біз сюжеттерді көрсетіп беріп жатырмыз деген нәрсе. Келесі нәрсеге байланысты, Ресейге байланысты нәрсе айтады, КСРО болды дейді да, бірақ сенің тарихында кеткен қателіктердің бәрі кітапта да солай жазылып тұр ғой деген нәрсе. И бұл жерде андай нәрсе ойнамайтын сияқты, әлі күнге дейін өздері айтады, Оян қазақтың өзінде киносын қалай біз танымал еттік, оны TikTok-та хэштегтер арқылы. Получается, сен әлі күнге дейін TikTok-ты қолдану арқылы Оян қазақ киносының өзін сен TikTok арқылы дәріптеп жатырсың. Получается, сен тарихыңның өзін осындай хэштегтермен дәріптеп бере аласың деген нәрсе айтатынымызда. Енді сараптама бөліміне өтейікші. Сараптама бөлімінде біз сіздерге қай нәрсені көрсетіп береміз. Үкімет тарапы айтамыз, қазіргі таңда осындай TikTok платформасы ол тарихты беретін ең күшті жол, яғни біздің тарихымызды танымал ететін деген сөз бар. Бұл тарап әлі күнге дейін келіспейді танымал ету деген нәрсемен. Неге? Себебі ұсынып беретін альтернативасының өзі белгілі бір қазіргі таңдағы кино индустриясына байланысты. Но сенің Оян қазақ киноның өзі Қазақстанның сферасынан шығып жатқан жоқ. Қазақстанның ішінде ғана қалып жатыр деген нәрсе айтамыз. Бірақтан да әлі күнге дейін бұл тарап келсе танымал деген нәрсемен ойнамайды. Окей, біз көрсетіп береді бұл тарап. Арзан дофамин дейді. Но келсекші құрметтілерім, қазіргі таңда TikTok-та 1 минуттан 3 минутқа дейінгі видеолар салып жатырсың. 3 минутта өте көптеген сен информацияларды бере аласың. Олар және саған зергерлік болмайды. Сен 1 сағат киноны отырып, түйетін нәрсең бір, 3 минуттық видеоны TikTok-тан көріп, түйетін нәрсең бір деген нәрселер бола беретіндігінде. Получается, бұл жақтың арзан дофамин ойын-сауық болып жатыр деген нәрсе жоқ. Мен өз фактымда келтіріп кетем. Америкадағы Села деген кісіні көрсетіп берем. Яғни бұл Америкадағы 20 ғасырдағы патшаларды ойын-сауық түрінде беріп жатыр деймін, құрметті төрешім. Получается, бұл тараптың ойын-сауық деген нәрсесі ойнамайды. Екінші бұрмалаушылық дейді. Блогерлер ақша үшін жасап жатыр дейді. Но мен как раз таки өзім сөзімде айтам, Әлия Әшім бар деймін, который Әлихан Бөкейханның бір әйелі болды деп Википедияда көрсет, Елена деген. Бірақ Әлия Әшім өзінің рилстарында көрсетіп береді, что оның 2 әйелі болған, еще олар қазақ, Зейнеп және Өстай деген әйелдері болған деген секілді информациялар бізге жеткізіп береді. Бірақ бұл бізге Википедия бермейді, кино бермейді, құрметтілерім. Осы нәрсе айтатынымызда. То же самое бұл тараптың осындай 2 аргументтері құлайды. Біз сіздерге көрсетіп береміз. Қолжетімді дейміз. TikTok аккаунты қазіргі таңда барлық адамдарға қолжетімді, жастарға қолжетімді. Олар мектепте оқымайтын кітапты TikTok-тан көріп алады деген нәрселерді түсініп береміз. Келесі импакт дейміз. Осындай блогерлердің болуы, жаңағындай Нұрлан Имам деген секілді кісілердің болуы қазіргі таңда жастарды осы ерікке алып келіп жатыр деймін. Олар сондай адамдардың нәтижесінен білім алып жатыр деймін. Әлі күнге дейін олар білім алып жатыр ма? Алады. Мен өзім сұрағымда қойып кетем. Қазіргі таңдағы Gen Z, яғни жастар, олар TikTok арқылы ағылшын тілін, математика деген секілді нәрселерді үйреніп жатыр ғой деймін. Бірақ лидер айтады, я үйреніп жатыр дейді. Получается, ондай жастар тарихты үйренуге құқығы бар ғой, тарихты үйрене алады ғой десем, тағы да сондай нәрселер бола береді. Получается, біз тарих TikTok арқылы үйренеміз ба? Үйренеміз. Келесі нәрселерге байланысты аудитория заман талабы деген нәрсе айтамыз. Заман талабы не нәрсені сұрап тұр? Халықтың бәрі TikTok-та отыр, кітапта емес. Кешірім сұраймын, типа кітапты ешкім оқымайды. Қазақстан өзім статскомда көрсем, ол 120 елдің қатарына кірмейді кітап оқитын. Получается, ол әлі 150-ші орынға жете алмай жатыр. Осындай кез айтам, сен кітап оқитыныңа қалай кітап оқытсасын? Лучше давай 7 миллион көріп жатқан TikTok аудиторияға сен просто заман талабына ен, өзеннің ақысымен жүр да, сен мақсатты аудиторияның алдынан шықта тарихыңды үйрет деген нәрсе айтып берем. Получается, осындай нәтиже бойынша әлі күнге дейін тарихи оқиғаларды TikTok-та дәріптеу, ол тарихты танымал ету деген нәрсеге екі тарапта келісіп деген ойдамын. Сөзімді тыңдағандарыңызға рахмет, бүгінгі дебат шоу үшін де рахмет. Жақсы, сіздерге де үлкен рахмет. Ойында қарсылас болсаңыздар да өмірде дос болыңыздар. Ойын үшін екі тарапқа да рахмет айтамыз. Сүмбілет фракциясы мен Альтаян фракциясының ойын жақсы деңгейде өтті. Бірақ та алаңда болған кейбір нүктелерді айтып өтетін болсам, алаңда негізі міндетті түрде альтернатива ұсыну міндетті болған жоқ. Бірақ та ұсынылған альтернативаға сәйкес бұл жақтағы айтылып жатқан көптеген дүниелер үкімет тарапында қалды, бірақ қарсылық нүктелерінің кейбіреулері
кейбіреулер емес, көбісі де оппозиция палатасының тарапында қалды. Және де мына жердегі айтылып жатқан тиктокқа байланысты дүниелерде арзан дофамин, бұрмалауға байланысты қақтығыс нүктелері болды. Және де бүкіл ойынның шешімі бойынша жеңген палата үкімет Сүмбіле фракциясы. Рахмет. Осымен біздің дебат шоу аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Арнаға жазылып, және де үлпіл басуды ұмытпаңыз.